Амансыңдар достар. Бүгін сендерге киелі ағаш пен Мұхаммедбек туралы ертегі оқып берейін. Тыңдаңдар. Бір жанұя жер алып, жаңа үй салыпты. Үйдің киесі болсын деп, ауласына ағаш отырғызыпты. Ағаштың өзек қатқанша уақытымен суарып, аялап өсірген екен. Ағаш бой алып, жапырағын жая бастаған кезде жанұяда Мұхаммедбек деген нәресте дүниеге келіпті. Мұхаммедбек күн емес, сағат сайын өсіпті. Оның жасы 7-де болған кезде жасына қарамай ақылды әрі инабатты бала болған екен. Ол мал бағуды және ата-анасы отырғызған ағаштың түбінде отырып құстардың сайрауын тыңдағанды жақсы көреді екен. Мұхаммедбек бір күн аулада ойнап жүріп, ағаш бұтақтарына қонған құстардың бір-бірімен адамша сөйлесіп отырғанын байқайды. Ол таң қалып, қызықтап қалады. Құстар киелі ағаштан көмек сұрауға келіпті. Олардың балапандары қоныстанған ұяны ала мысық жағалап, мазаларын әбден алған екен. Мұхаммедбек ала мысықтан қорықпайтынын және қуалап жібере алатындығын айтып, қол ұшын берейін дейді. Құстар қуанып, ағаш бұтақтарынан шыр-шыр ұшып, өздерінің ұясы орналасқан жаққа бет алады. Мұхаммед қолына ұзын шыбық алып, ілесіп жүріп отырып құстардың ұясына жетеді. Ұядағы балапандар қатты шырылдай әбден шаршаған екен. Ұяның астында үлкен ала мысық тісін қайрап, балапандарды жерге оқтаныпты. Ала мысық ұзын шыбықты көре сала жәресі ұшып, мияулап қаша жөнеледі. Құстар ұядағы шырылдап жатқан балапандарына тамақ беріп, тыныштандырады. Мұхаммедбек киелі ағашқа келіп, құстардың балапандарын ала мысықтан қалай құтқарғанын айта бастайды. Осы уақытта құстар шыр-шыр етіп қайта ұшып келеді. Әлгі ала мысық қайтадан оралып келген екен. Мұхаммедбек шыбығын алып ала мысықты қуып келеді. Бірақ Мұхаммедбек ұялардың жанынан кетсе, бағанағы ала мысық қайта оралып келе береді екен. Мазасы кеткен Мұхаммедбек киелі ағашқа болған жайды айтып ақыл сұрайды. Киелі ағаш ойланып тұрып: Мұхаммедбек, сен аулада байланып тұрған итіңді балапандардың ұясы қоныстанған жерге апарып байла. Иттің иісі бар жерге мысық жоламай деген екен. Мұхаммедбек ауладағы итін құстардың ұясының маңына апарып байлап қояды. Ала мысық иттің иісін сезіп ұяға жоламайтын болыпты. Осы күннен бастап киелі ағаштан көмек сұрап келген құстарға Мұхаммедбек шамасы келгенше қол ұшын беріп тұрады екен. Осымен ертегі аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.